Ерлан мырза, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бул маекте сиздин окуяңызды угайлы. Биринчиден өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, эмне иш менен алек болгонсуз? Андан кийин баштасак болот. Сиздин окуяңызды айтып кетсеңиз. Жақсы, саламатсыз ба? Менің атым Ерлан Бекмырза болады. Қазақстан азаматымын. Қытайда туылғанмын. Мен жалпы бизнесте, карго бизнесі бойынша айналысып келемін. Қырғызстанда 2020 жылдан бастап белгілі себептермен Қазақстаннан Қырғызстанға келіп бизнес жасауға тура келді. Содан бастап Қырғызстанмен ақырындап жұмысымды бастай бастадым. Сонымен сізбен сұхбат бергенде бір жағы жөн көрдім. Айтар әңгімелер де бар, басқа шаруалар да бар. Соны бірге талқылауға, сізбен сөйлесуге ниет білдіріп отырмын. Сіздің сұхбат алғаныңызға рахмет. Енді қырғызшаны түсінем, бірақ кейбір түсінбеген жағдай болса, сізден сұрай отырам ғой, айта тұрасыз. Башынан баштап айтып кетсеңиз, эмнеден башталды, кантип ушу президенттин үй бүлөсү менен тааныштыңыз, эмнеге аларга кайрылганды мажбур болуп калдыңыз? Жалпы мен карго саласы бойынша 2018-ден кейін өзімнің жеке бизнесімді қоса алып, бір жағы карго істеп келе жатқам. Ковидтің кезінде 2020-дан бастап Дубайда істедім. Содан 2022 жыл соңында октябрьден кейін мен негізі товарларды Қырғыздан ұшырып атқам. Сонымен 2022 жыл октябрьдің соңынан бастап маған мүлдем товарды ұшыртқызбай қойды Дубайға қарай. Содан кейін білсем, брокерлердің айтысына қарағанда, контролға алған, өздері ғана жібереді. Содан кейін енді біз жалпы айта кетейік, бұл жерде елдер бұл не істейді, не қылған адам деп түсінбей қалмасын. Жалпы мен бұл жерде қосымша Айкос дегенді білесіз, Еуропадан шығады. Айкос жаңағы хитс дейді, тера дейді. Сол продукттарды біз Японияға, Тайванға, Малайзияға, Вьетнамға, сосын Дубайға сондай жаңағы транзит жасап сатып жүргенбіз, экспортқа шығарып. Содан кейін бұл бизнесті кейін біз білдік, жаңағы Садыр Жапаровтың семьясындағы кісілер полный қолға алған екен. Ешкімнің тауарын ешқайда жіберткізбейді, тек өзінің жаңағы көмекшілеріне сөйлесу арқылы соған белгілі төлейтін төлемдерін бергенде ғана тауардың ұшатынын анығын білдім. Содан кейін бұлар товар жіберді Дубайға. Примерно бір 970 коробка ма, 980 коробка ма, $1 миллион товар жіберді. Содан кейін менің товар Қырғызстаннан ұшпайды. Содан кейін мен бір жағынан Дубайда бұлардың товарын сатқызбайға қарай әрекет жасадым да, жалпы бұлардың да товарын Дубайда мен сатқызбадым. Сонымен бұлардың товар тұрып қалды, бұлардың товарын ешкім алмайды, менің товарым Бишкектен ұшырмайды. Сонымен не істедім, не керек? Сонымен сөйлесу керек болды да, мен Бишкекке бардым. Мен октябрьдің соңында 2022 жылы Бишкекке бардым. Сол кезде Қазақстандағы елшіліктегі кісілер маған жаңағы адам таныстырды. Сол арқылы Қырғызстандағы жаңағы Садыр Жапаровтың балаларымен кездесуге тура келді. Онымен кездесу үшінде көп әңгімелер болды, ортамызда көп жаңағы үлкен жоғарғы кеңестің депутаттары болды, Садыр Жапаровтың туған құдалары болды, жақын достары болды. Сосын анау кім еді, анау сіздерде кембі дейді ғой, соның бастығының інісі келді, онымен де кездестік. Атын Ташиев деймін. Шайырбек Ташиев менен сүйлөшүптү да? Жоқ, ана УКМК-ның бастығы дейді екен ғой, соның інісі. Ол емес, басқа бір інісі. Қамшыбек Ташиев па? Шайырбек. УКМК-ның бастығы, соның інілері. Бірақ ол басқа. Шайырбек Ол емес, одан басқа бір інісі болды.
Сонымен кездестік. Ким экенин белгисиз. Тура беттер ұқсайды, туған інісі, бірақ солармен де кездесіп болды. Көп кездесу болды жалпы. Олар кейін бәрімен кездесіп сөйлескен кезде жалпы шеше алмады. Оны бір қадам шешеткен, сосын Азат деген жігіт шешеткен. Короче, Сабырдың баласы. Азат қой деймін атын. Азат Жапаров. Иә. Сонымен үйіне барып, үйіне шақырды. Үлкен кісілер кезіктірді. Садыр Жапаровтың ең сенімді адамы машинасымен ертіп барды. Олар сыртта тұрды. Мен үйіне барып кірдім. Болған жағдайды айттым. Короче. Осындай мен істеп атқан жұмысым, 4-5 жылдық жұмысым, бұл сіздер мен товарды жібермей жатсыздар. Өздеріңіз товарларыңыз Дубайда да сатылмай жатыр. Давай бұндай жұмыс жасамайық, бәріміз істейтін болсақ бірге істейік. Егер беретін болсаң, мен алайын бұл жұмысты деп, жаңағы қандай объем жібересің, осылай деп сұрады. Содан кейін мен айттым, мынандай объем жасайым. Осылай деп жұмыстардың бәрін түсіндіріп айттым. Содан кейін жарайды деді, сенімен жұмыс жасап көрейік деді, бірақ біз контролға алғанбыз, бұл жұмысты бір адам істеу керек. Осылай деді да, сонымен маған көнді. Көнген соң мен әлгі жерде айттым, міне сіздердің товарларыңыз осындай, $1 миллион жоқ товарларыңыз сатылмай тұр. Егер жібермесе бәрімізге де қиын болады, бізде жұмыс жасап жатқан адамбыз деп айтып едім. Келісті, түсінді, давай ондай болса анау жігіттердің товарын жіберткізбейміз деді. Сөйтсек, олар анау ұйғырлар екен ғой, ұйғырлармен жұмыс жасайды екен бұлар. Ұйғыр. Аттары Короче, бай бір ұйғыр бар Орта Азиядағы. Анау Садыр Жапаровпен де кезігіп келіп кетті ғой, анау үлкен бір здание салам деп, 30 этажды ма? Шавкеттің жанында жүреді. Иә, соның балаларымен кездім. Соның балалары не қылған Дубайда? Дубайда солардың балалары болды ғой. Аттарын есіңізде жоқ қой? Аттары есімде жоқ, бірақ олар бізге аудиозапис бәрін жіберген. Жаңа кімдерге айтып, сол осындай коробка товарларымыз, 1000-ға жуық коробка товарларымыз сатылмай жатыр. Осындай менің атымды айтып, солар көмектесіп бізге сатып берсін, Дубайдан осылай деп. Ол аудиозаписті да естірттім бұларға. Көрді да, кейін ақырындап мен де жіберуге қарай қосты. Алатын долиясын қалай алу керек екен бәрін айтып берді. Сосын таможняның бастықтары да өзгеріп кеткен. Сол новый бастықтың өзімен таныстырды. Онымен де таныстым, кезіктім. Содан кейін ол жаңағы добро берді маған да. Мен товарымды да сөйтіп жіберіп беріп отырды. Бірақ мен жалпы түсіндім, бұл бизнестер біткенін түсіндім. Короче, бұл жұмысты жалғаста істеуге болмайтынын да білдім. Содан кейін ақырындап не істедім дегенде, Индонезияға қарай көшіріп кеттім бұл жұмысты. Баста Қазақстан, Қырғызстаннан сөйтіп тасып, Россиядан да алып кеп, Қырғызстан арқылы Дубайға жіберіп, Японияға жіберіп, сөйтіп солай жұмыстар жасап жатқан. Менде экспорт қой, басқа ештеме жоқ. Просто кейінгі кездерде бұлардың килограммына сұрайтын, әр килограммына беріп отырды. Өте көп беріп кеттік. Ола килограммына бергенмен болады істесек. Бірақ біздің өзімізге пайдасы жоқ, тек қана клиент ұстап тұруға ғана болады. Бірақ бұлар өздері ала береді. Біз ортада ұзақ жүре алмаймыз да, біздің де шетелде расходтар бар. Бізде жұмыс жасау керекпіз, ақша табу керекпіз. Соңынан тиімсіз болды. Бұл жұмыстан шығып кеттім де, тек Индонезия, Япония сияқты, Дубай, сол елмен қалып, Қырғызстан мен Қазақстанмен жұмыс істеудің деп тоқтаттым. Жалпы менде осы жұмысты істеу барысында қиындық болғаны, біз сияқты жаңағы кішкене кәсіпкерлерге мүмкіндік бермейді. Сосын жаңағыдай қарап отырып ақша бопсалау ғой енді, бопсаламайды енді бұлай сізді. Просто товарыңыз жібермейді таможнядан, болды. Ақшаңызды төлейсіз, содан кейін товарыңыз жібереді. Ақшаны қалай төлейсіз, содан кейін жібереді. Бұл енді қазақша айтқанда мемлекеттің билікті пайдаланып, қолда бар билікті пайдаланып, бізде қысым қалуда. Біз клиентпен сөйлесеміз товарды, жіберек десек, бұлар жібермейді.
Неге десек, акчасын төлейт, сосын жиберемиз дейт. Енді булар қазақша айткан кезде таза ашык тоноо сыяктуу бир диктаторлук жүйөдө өмүр сүрүп келатканыбызды билдим. Сонымен бул жумуштун да узак болмойтунун билген соң, мен Орта Азияменде жумуш істөөдө догара баштадым. Жалпы өзүм көрдүм көп эл менен иштеп. Россия менен де, Беларусь менен де, Украиндар менен де, Армения менен де иштедим. Нигерия барып иштедим. Малайзияга да барып иштедим. Жалпы сосын Вьетнамда болдук, иштедик. Японияда аэропорттарга товар жиберип иштедик. Көп иштедик. Бул жумушту дамыткыбыз келди. Енді біздің арқамызда бұл Айкос компаниясы Бишкекке көшіп келді. 2021-ден бастап сатылым көбейгеннен кейін 21-дің соңында уже Бишкекке келе бастады. Бізге 600 коробка товар өндіріп берді. Бір досымыз екенбіз алатын болдық 600 коробканы. Содан бұлар бізге беретін болды да енді. Артынан кейін не қылсақ Бишкектегі бандиттар алып алған екен. Содан олардан аламай қалдық. Кейін біз ол бандиттардан сатып алып отырдық. Бандиттің өзін таныс адамдардан. Негізі бұл товарды Бишкекте өндірілмейді, Бишкекке келмеген, біздің сату арқамызда көбеюіне байланысты. Бұл сатылым көбейгеннен кейін бұл товар Бишкекке де келді. Бишкек қырғыз тілінде жазылып, бұл товар өндіріліп келді де. Енді сатылым Қырғыздан көп шығып жатқаннан кейін бұл сатылады деп ойлады да, содан Қырғызстанға да келді. Кейін бұны біз алдық, 600 коробкадан 10 күнде берет алып тұрып, 2000 коробкаға дейін жіберетін болып сөйтіп келісіп, ол кісілердің төле деген ақшасында есімде бар ол кезде 2021-дің күз айларында ма $356 мың бердік. 600 коробканы бізге беретін болып жинадық. Кейін олар бермей қойды коробканы, короче, алып қойды басқалар. Қайсы бандиттер? Аттары бар? Анау Садыр Жапаровтар жаңағы атып тастаған не бар ғой? Украинканың адамдары атып тастады ғой. Аты кім еді? Қамшы Көлбаев. Қамшы Көлбаевтың адамдары алып алды. Алған 600 коробканы бермей қойышты осында. Солар контролға алып алды да, біз сатып алсақ, ол товарды олардың қолынан сатып аламыз да, ол арзан келіп жатқан зат та бізге заводский ценамен. Олар барып та үстіне ақшасын қосып алды да, отырып алды оларға. Содан кейін біз оны аламай қалдық. Ол негізі иесі біз о товардың сатып жүрген. Біз көп сатқаннан кейін бұл товар жалпы Қырғызстанда жақсы сатылады деп ойлады, негізі біз шетелге шығарып отырдық. Бірақ біз аламыз деп бермей қойды кейін. 22-ші жылы уже түзден түз Азат Жапаровпен иштей баштадыңыз. 22-ші жылы Азат Жапаров, оның алдында мен жіберткізбеді ғой бір жылдай. Мен брокерлерім арқылы жаңағы неғып отырдым. Таможнада бәрі де ауысып кеткен. Бұлар жаңағы сайлауға Садыр Жапаров президент болған кезде контролға алып алған екен бәрі. Мен оның алдында 2021-де де істедім. 20-шы жылдың соңынан бастап Қырғызбен істеп отырдым ғой. 3 жыл тоқтамай істедім. Сіз айтып кеттіңіз ғой, доляны қантип бердіңіз, кімге беріп аттыңыз? Доляны біз килограммына $4 беріп аттық. Сізге видеоларын жіберіп қоям. Ал ақшамен де бердік, жаңағы товар жіберіп бараттыңыз, конверттің ішіне де салып та бердік. Енді әуе нарколары шығады ғой бізде. Сол шыққан кезде мысалға 1 тонна болса, сол тоннасына беріп отырамыз. 2 тонна болса, 2 тоннасына мысалға жіберіп, килограммына $4 беріп отырамыз. Ошоның бардығы Азат Жапаровқа беріп атты. Оның бәрі таможняның бастығына береміз. Таможняның бастығына Азат Жапаров таныстырған, осы жігітке бересің деді. Азат Жапаровқа соның апарып береміз, немесе Азат Жапаровтың көмекшісіне беріп отырамыз ақшаны. Таможняның басшысының атын есте аласыз ба? Аты телефонында тұр, бар, мен сізге жіберіп берейін. Нөмірі, телефон нөмірі бәрі бар. Ошондо иштегенде канча Азат Жапаровқа канча акча бердиңиз? Енді жалпы 2000 Садыр Жапаров келгеннен бері 200 мыңда $500 мыңға дейін берген шығармыз. $500 мыңға бару мүмкін берген ақшаларымыз. Ошо таможняның басшысына накталай акча. Бәріне берем, солар өздері есептеп. Таможняның бүкіл печеттерін басып береді, 6-7 печет бар.
экспортқа разрешение болды дегенге дейін ұшқанға дейін бүкіл 6-7 печетін басып береді. Аэропортқа кіргіземіз, аэропорттағы әрбір мекемелер тексереді. Бәрі тексеріп, рұқсат дейді да, сонымен Дубайдың самолетіне салып жібереді, ұшып кетеді. Ақша бермесеңіз бәріне запрет дейді да, товарыңызды алып қояды. Ошондо мамлекетке төлөбөй, бюджетке төлөбөй, түздөн-түз таможняга накталай акча алып барып берип аттыңарбы? Мемлекетке төлейміз. Мен мемлекетке төлеген кезде брокерлер есептеп береді, мынча деп, оны өзіміз айырым төлейміз. Бұларға $4 заңсыз айырым өздерінің жаңағы контролға алып алған ғой таможняны. Ошо акча айырым береміз. Сырткары аларга төлөйт. Олар товардан мемлекетті салықты төлеуден тыс, Садыр Жапаровтың баласы кімге соған беріп отырдық $4 килограммына. Сосын ана Сабыр Жапаровқа айына $20,000 жаңағы зарплат беріп отыр. Осы жұмысты әкесі шешіп берді ғой баласымен. Сабыр Жапаров андан сырткары дагы $20,000 Тағы төлөп, $20,000 береміз ай сайын. ай сайын. Иә. Анан кийин эмнеге бизнесиңизди токтотоюн Кыргызстанда деп чечтиңиз? Эмне себеп менен токтоттуңуз Кыргызстанда? Енді тоқтатуға тура келді. Бұл жұмыспен ұзақ жүруге болмайды. Бізде уақыт бар. Бізде мүлдем пайда таппайбыз. Просто клиентпен біз 5 жыл, көп жыл болды жұмыс жасап жатқанымызға. Сол клиенттерімізге тауар өзіміз пайда таппасақ та, клиентіміз пайда тапсын деп, бір жағы жаңа жұмыс кішкене болса да тоқтамасын деп, біз ана Индонезия, Филиппин сияқты жақтардан да тауар кіргіздік қой. Соны кішкене үйлетіп алғанша деп ала тұрдық уақытша. Енді амал жоқ, тоқтатуға себеп болды. Біз енді бүкіл табатын табысымыздың бәрін Сабыр Жапаровқа, жаңағы Азатқа беріп отырдық та, мысалы таможняға беріп отырдық. Бізде олар ойлайды, көп ақша тауып отыр деп. Негізінде біз оптым сатқаннан кейін ондай көп таппаймыз. Біз табатынымыздың бәрін бұларға беріп отыр. Ошондо прибыль албай, прибылин аларга берип аткандай болуп атат. Иә, беріп отырдық. Өте қиын жағдай болды енді. Олар түсінбейді, олар Ерлан ақша қайда, ақша берсе дейді. Мен айтам, иә, давай деп беріп отырды баста. Соңына келген кезде бұл жұмысты мен былтыр 2023 осы уақытта шілде айында тоқтата бастадым, июнь айында. Менде мүмкіндік болмады бұл жұмысты жалғас істеуге. Мен тоқтаттым. Кыргызстанда аралашып калдыңыз, кандай ойдо калдыңыз? Саясатчылар менен кандай окуялар, жолугуштарды айтып аттыңыз, кандай окуялардан башын өттүңүз, ошо айтып берсеңиз. Сабыр Жапаров кандай адамда, кандай ойдо калдыңыз? Жалпы мен негізі баста Садыр Жапаровқа сенгем. Түрмеден шыққан соң жаңағы елде демократия болады, халықтар арасында бизнеске де жаңа еркіндік береді, мүмкіндік береді деп ойладым. Мен негізі ана Жээнбектің кезінде, президент кезінде мен УКМК-ның адамдары 50 коробкамен түнгі сағат Манас аэропортына кетіп баратын жолда 50 коробкамен мен тона кеткен, бұлар ұстап алып. Нөмірсіз машинамен келіп 50 коробка товарды Дубайға салам деп Манас аэропортқа келетін кезде ана гай бар ғой, ана көпір бар ғой, Манасқа кетіп баратын көпірдің астында гай бар, білесіз ғой, иә? Сол гайдың астынан алып кетті ғой мені машинамен. Түн ортасында сағат 2:30-дарда. Машинамен тауармен қосып алып кетіп, бір ең жақта бір көпірдің үстінде бір жерге апарды, қай жерге келген білмеймін. Сол моментте қалтамдағы $3,800 сол ақшамен қосып алып кетті ғой. Ақшамен қосып алып кетті де, ертесі тауарымды жаңағы неге жүк таситын аэропорттың несі бар, газелі бар, соған салып кетті, қайтадан бере салды. Сондай жаңағы тонайтын, мен осындай шаруалар аяқталатын кез келген шығар деп ойладым негізінде. Бірақ Садыр Жапаров келгеннен кейін мен жалпы түсіндім, бұл кісі жаңағы өзінің командасын бәрін жиып, полный Қырғызстан, мысалға Қырғызстаннан любой товар кіреді, шығады, бәрі сол семьяның контролында екенін түсіндім. Мүлдем бизнеске еркінде жоқ екенін түсіндім.
Сосын маңайындағы жақын достары, сенімді достардың бәрі жаңағындай бизнестерді сол жаңағы өзінің тиісті айтатын адамдарына айтып, сол бизнестер жасалады да. Мысалы, танысы жоқ, бизнесіңіз заңды болса да, мысалға мүмкіндік жоқ та, сіз міндетті түрде ақша беру керексіз. Содан кейін ары қарай жүреді. Жалпы мен бұл кісілерге танысардың арасында көп қызықтар болды. Құдасымен кезіктім. Сосын ана ағи депутат бар ғой, бір депутат, жоғары кеңес депутат. Ақылбек Түменбаев па? Иә, Ақылбек Түменбаевпен кезіктім. Телефон нөмірін берді, таныстық. Ол кісімен де сөйлестік. Ол кісі де звондады Азатқа, бірақ шеше алған жоқ. Шеше алмады Азатты. Содан кейін жоғары кеңестің несі бар ғой? Орынбасары. Ана Нұрланның екінші қолы. Нұрбек қой деймін. Нұрбек? Иә. Алдағы этажда тұрады. Алдағы шеше этажда тұрады. Ол да шеше алған жоқ. Содан инесі дедіңіз, ал Шайырбек емес пе? Башқауы? Шайырбек деген депутат па? Ова. Жоқ, депутат емес, одан кішкене інісі. Жоқ. Мен Оразбеков. Одан кішкене інісі бар. Кім деген? Туған інісі. Қозыбек деген бар, дағы кім деген инесі бар ле? Фотосын көрсем танıyım. Ана Омар Хайам дегенде Оразбековада ресторан бар ғой, білесіз ба? Ова білем. Омар Хайам деген ресторанда сол жігітпен кезіктім. Ол жігітте давай сөйлесіп берейін, таможнямен сөйлесейін деді, ода шеше алған жоқ. Дағы МВД менен дағы кезіккенсіз бе? Улан Ниязбеков. Содан кейін МВД-дағы кісі Улан Ниязбекпен саунада кезіктім, бірақ ол артынан кезіктім ол кісімен. Содан кейін Садыр Жапаровтың ең жақын досы болды ғой, бұрын депутат болған. Атын ұмытып тұрмын, құрылыс компаниясы бар. Кім екен? Бүкіл атын айтсаңыз білесіз, ең жақын досы, сенімді досы. Депутат ең жақын досы? Садыр Жапаровтың досы? Қаныбек Тұманбаев? Садыр Жапаровтың досы. Жоқ, бір кім? Тілімнің ішінде тұр аты. Бұрын не партиясы болған оның? Төлеев пе? Жоқ, Төлеев депутат емес та? Депутат болды да, кейін депутаттан түсіп кетті ғой. Ой, сізді анау кім деп бір ақпараттан оқығам, жақын досы. Тілім ішінде тұр. Андағы номері бар ғой, жөнет аласыз ба? Фотолар бар, жөнет алам. Сіз атын айтыңызшы, білесіз жақын достарынан, бірнешеуін. Жақын достарын мен білмейтін де, жақын достары. Кім екен? Аты. Депутат емес, қазір депутат емес, шығып кетті. Қырғызстан телеканалына бір рет сұхбат берді ғой Садыр Жапаров. Сіздің осындай досыңыз бар еді, сол бәрін шешеді деп айтты ғой деп. Жоқ, ол мен досым, бірақ ол ондай нәрсеге не қылмайды деп бір рет ақталды ғой. Қырғызстанның телеканалына бір рет сұхбат берді ғой Садыр Жапаров. Атын ұмытып тұрмын сол кісінің. Бурханов па? Бұрқан. Ол кісімен, Бұрқан. Бурханов. Ол кісі, вот. Фамилиясы кім? Осы фамилиясы Арзыбек Бурханов. Арзыбек Бурханов. Ол кісімен 4-5 рет кезіктім. Арзыбек Бурхан. Ал шеше албады ғой? Сол кісі шешті, Ошо Азатқа жөнөттү. Азат, бұл кісі Сабырға звондады. Әкесіне звондады Азаттың. Әкесіне звондады, сосын Азат Еуропада болды. Бірнеше күннен кейін келеді деді, соңғы келді. Азат Бұрқанов, содан кейін мені неге апарды? Улан Ниязбектің жақын досы, екеуі Азаттың үйіне апарды мені. Улан Ниязбековтың қайсы жақын досы?
Аны Ода бизнес дейді, бизнес жасайды, бірақ Ұлан Ниязбектің жақын досы. Сол кісі мені саунада жаңағы Ұлан Ниязбекпен таныстырды. Ұлан Ниязбек келді, бизнес туралы жаңағындай дамыту турасында, жаңағындай не турасында сұрап, қалай деп содан кейін ол кісімен Қытайға барғандағы әңгімесін айтты. Қытай туралы сұрады, бизнес туралы сұрады. Сонымен саунада бір 2 сағаттай әңгімелестік те, содан кейін кеттім. Мен жалпы түсінгенім, оларды маған айтқаны, мына бизнесті до конца өзің жақсы істесең, қолын сен қолыңа бәріне алып береміз, өзің ары қарай істейсің. Бізге тиісті еңбегімізді беріп отырсаң болды деп, жаңағы солай айтты. Содан кейін олар өздерінің жаңа пландарын айтты. Анау ұйғырлардың базары бар еді ғой, білесіз бе? Аты ұйғыр Хибер базары бар еді ғой. Мадина. Мадина. Бұлар Мадина базарының жоғар жағынан үлкен базар салып ғой. Сабыр Жапаров, Бұрқан, жаңағы Ұлан Ниязбектің досы үшеуі десіп. Сол проектілерін алып барды. Менде видеосы болған. Не қылсам тапсам сізге жіберіп беремін. Сонда олар айтқанда, ана Мадина базарын жауып, анау сол жерден новый базар ашып, сол жердегі Мадина базарындағы адамдардың бәрін сол жаққа көшіреміз деп алды. Бір үлкен ақ жер бар екен, бұрын бір завод болған. Сол жерді көрдім, мен неған кезде фундаментін қалап бастап салып жатқан екен. Қазір мүмкін бітіп қалған шығар деп ойлаймын, ол құрылыс. Жер алған екен. Сол кезде ертіп барды, сонда Ұлан Ниязбектің досы бар, жаңағы Сабыр Жапар, жаңағы туған ағасы, Садырдың туған ағасы, сол жерде аналармен бірлесіп неған екен. Сондай пландарын ойлар болды, бизнес нелер болды. Көбінде бизнес туралы ақылдастық, бірақ түсінгенім, мен олармен жалғасты дос болып тұру үшін, мен оларға үнемі ақша беріп тұру керекпін да. Үнемі бизнестің түскен пайдасын соларға беріп тұру керекпін, жалғасты тоқтатпай. Сонда мен бұл жаңағы бизнесті ұстап тұра аламын да. Мысалы біреу товар жібермек болса, таможня маған контактылар маған береді, олар менен сұрайды, содан кейін мен мақұл дегеннен кейін бар, менің жаңағы өзімнің брокерлеріммен жаңағы тауарлар ұшып кетіп отырады да. Ал сондай схема болды. Бұл негізі әділетсіз да, мысалға. Бұл енді ешқандай Қырғыз елінің мемлекетінің бюджетіне бизнес емес, біз экспортқа шығарамыз тауарларды, ешқандай зияны жоқ, дымда зияны жоқ та. Экспортқа шығарған тауардың ешқандай зияны жоқ, соның үстіне жаңағы доляға отырып отыр да. Біз тағы да басқа да көптеген бизнестер болды. Талқылап, жаңа жасайтын болып, солай жұмыс жасайтын болып та не қылдық. Бірақ мен түсінгенім бойынша әрқандай Орта Азиядағы диктатор елмен ұзақ уақыт жұмыс жасауға болмайтын анық жетті, көзім сонда жетті. Содан кейін бұл жұмысты бүкіл Орта Азия бойынша жұмыс жасамайтын болып жаңа тоқтатып шешім қабылдадым да. Кейін өзіме жаңағы Қазақстанда да өте үлкен кедергі болды, көптеген жаңағы өте ауыр мәселелер болды кедергілерден. Қазақстанда өзім Қазақстан азаматы болсам да, Қазақстанда істемегендіктен кішкене болса да Орта Азияның үлгісі демократиялық Қырғыз елі деп Қырғызстанға келіп істей аламын ғой деп едім, мен ойлағандай болмады. Сонымен Орта Азиямен мүлдем бизнес жасадым, болашағы жоқ деп шештім да, өзімнің өміріме қауіпсіздігінен алаңдадым да. Сізге қуғындық жасаштығы? Қуғындық жасалды. Қазақстандағы менде өзім кішкене адам құқықтарымен айналысатын, бізде Қытайда геноцидтік саясат болды, ұлтты жою саясаты жүрді. Сонымен Қазақстанда да кішкене жаңағыдай қолдау білдіріп, ұйымдарды қаржыландырып, ақша беріп, көмектесіп, қиналған адамдарға сондай нәрселерге көмек жасап, солай істедім. Бір жағы бизнесіме де Қазақстанда кейінбілерде жармасты. Алматы, Астана, екі аэропортында контролға алып істеген кезім болды. Ал ол жақтан да жаңағы семьяның адамдары ақша сұрап, солай жағдайлар болды. Кейін мен Қазақстандағы бүкіл тауарларды Дубай арқылы олар сатылмайтын қылатындай етіп жаңағы жасап тастадым негізі. Олар үшірат просто товар Дубайда сатылмайды да. Мен алушы жақын достарымен сондай команда құрдық та, менде қиыншылық бар деп оларға айттым. Мен қазір Қазақстаннан жіберсем қымбат жіберем,
өкмөттүн контролунда соларга акча төлөп жиберме туура келет. Давайте биз Казакстандан келген товарлар токтотайык, запрет кояйык. Олар үшүрсүн, бирок Дубайда, Япония сыяктуу элдерде сатылмайтындай болсун деп биз жаңағы өзүмүз чет элдеги командалар менен, достор менен бириктик да, сонымен Казакстанды токтотуп таштадык. Олар токтоткон соң жаңағындай менин саясий аталышкан жумуштарымды сылтап уратты, сосын жаңағы бизнести сылтап уратты да, содан кийин менин артымдан жаңағы куугундоо каттарын жиберип, бүкүл Орто Азия боюнча куугундоо түшүрүп, сондай жумуштар жүрөт. Кыргызстанда куугунтук болгон жок. Кыргызстанда олар айтпай тур, мүмкүн болгон болуу да мүмкүн. Казакстан жибереди го буларга. Казакстан бирок Кыргызстанга жиберген. Энд алда тагы да башка да окуялар болса көрө жатып, тагы да сухбатташып айта кетүүгө мен дайыммын. Негизи көп нерселер өткөнү 3-4 жылдык нерсе го бул нерселер. Мен сизге жаңағы аэропорттан жиберген накладылардын баарын жиберейин, таможня бүкүл печать басып неғып берген. Өтө көп нерселер болду, иштедик эми жумушту. Бирок соларда сиз карап чыгыңыз, көрүп чыгыңыз. Сизден сурактар болса, кез келген убакта менден сурасаңыз, менде кейбир унутуп калган заттар болса, 3-4 жыл болуп кетти го энди. Солардын арасынан факт боюнча айтып берүүгө кез келген убакта дайыммын. Мүмкүн Кыргызстанда да енді жалпы адамга бизнес жасау үчүн негизи мемлекет демократиялуу эл болуу керек экен. Эч кандай демократия болмай, укук калктын колунда болмай, эч кандай бизнестин болошогу болмайтынын сезиндим да. Эч кимдин артына кирмей, эч кимдин жаңа кабагына карап жумуш жасагандан көрө өз-өзүң менен 10 теңге болса, 10 доллар болса да осылай тауып жумуш жасаган дурус экен деп уже сезиндим. Кыргызстандан да үлкөн үмүт күтүп отурган жокмун. Мына жүйө калктын эң жабы деп ойлойм. Эч кандай калкка жакшылык акемейтин жүйө деп ойлойм. Казакстан болсун, Кыргызстан болсун баары бир диктатор. Мен көптөгөн жаңа таанышуу кездесүү барысында түшүндүм. Бүкүл депутаттардын баарынын бизнеси бар. Баары өзүнүн бизнесин коргоо үчүн сол орунда отур. Мисалы мен анау Ак үйдүн 7-нчи этажында жарты күндөй чай ичип әңгимелескенде бир аз шаруалардын баарын түшүнгөнүм. Баары калык үчүн деп отурган сыяктуу, бирок баарынын артында өзүнүн бизнеси бар. Кечте Омарованын, Оразбекова 32-нин боюндагы асканалар бар, Омар Хаям деген сыяктуу. Жолдун эки четинин баарында депутаттар бизнестерин талкуулайт, о кишилер менде талкуулап жүргөн кездерде болду. Сондай калктын чарбасын Казакстанда эмес, Кыргызстанда да эч ким ойламайтынын түшүндүм жалпы. Ким жаңағы Кыргызстанда бизнес жасаса да, связь болса, связь жакшы болса, сонун бизнес жүрөдү. Ким жогорудагыларга акча берип, жаңағындай бөлсе да акчасын тапкан пайдасын, сонун гана бизнеси жүрөт. Калгандардын бизнеси жүрмөйт. Соган анык көзүм жетти. Рахмат чоң маеги үчүн. Дагы суроолор болсо кайрылып турабыз. Жакшы, сизге да рахмет. Башка да унутуп калган, сиз караңыз мен жиберген документттерди. Тиештүү сурактар болсо сурабасаңыз, любой убакта баарын ачык анык сизге далел менен көрсөтүп берүүгө дайынмын. Рахмат чоң. Ооба. Жакшы. Жакшы эле айттыңыз. Кызык жашоо башталды, иштеп эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло.